Жоқ, сенің кетуің керек. Бар. Менімен көңіл жарастыруыңа ешқандай кедергі жоқ. Өтінем маған сенші. Бірақ... Сан Рикардо туралы аңыз осымен тәмам. Екезу мен етік киген мысық дегенімізге жетті. Менің ұйқым келді. Жатып ұйықтайын. Жұмсақ табан біздің жанымызда бол. Тамағыма қылшық кетіп қалды. Содан жүрегім айнып тұр. Жарайды, жатып ұйықта. Бүгінше мазаламайық. Шынымды айтсам, осындай табысқа жетеміз деп ойлаған жоқпын. Не бір кедергілерге тап болдық. Жұдырықтай жұмылып ойымызды іске асырдық. Бауырыммен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Иә, мен де. Ертең біз үшін айтулы күн. Иә, барымызды салуымыз керек. Біз де біраз танығып алайық. Қайырлы түн, Көгезу. Салдың ба бәлем? Мен тірімін, кетіңдер! Джек пен Джилл. Жұмсақ табан? Көгезу? Қайтсем де табам. Қарқылдамай кет әрі! Сан Рикардо. Етік киген мысыққа іздеу саламыз. Қалбақ! Сендерге не керек? Алтын ба? Менде алтын бар. Естідің бе, Джек? Мына жұмыртқа бізге пара бермекші. Бұл алтын онсыз да бізге тиесілі. Алтынды қоя тұрш. Біздің қарнымыз ашты. Таңғасымызды ішпе бері. Жоқ, өтінем. Жоқ! Ұрып жесек қалай болар екен, а? Жоқ! Сәлем етік киген мысық. Тосын сый! Бұл қалай сонда? Бұл біздің саған дайындаған тосын сыйымыз. Арнайы сен үшін етікті мысық. Ұры мысық ақыры қолға түсті. Алдын ала келісіп алғансыңдар ма? Я, достым, олар менің сыбайластарым. Абақтыда отырғанда уақытты зая кетірмей, осыған дайындалдым. Мен алдадың ба сонда? Я, мен сен алдадым. Ал сен қалай ойладың? Алтын жұмыртқалармен қарызымды жауып, тағылған айыптан құтылам деп ойладың ба? Ол жаққа барғандағы жалғыз мақсатым сенен кек алу болды. Кек алу.